Мен Майамида тренировка істеп жатырмын, дамып жатырмын, өсіп жатырмын. Отбасым міне Балида демалып жүрмін, қараңдаршы. Мен мамам, мына папам. Қараңдаршы қандай бақытты. Мен жұмысым жүрмей, ақшам болмай қиналып жүрген кезде мен бір записка жазғам да, есімде ол. Записка жазғам, алдына мамам жазды, тура сондай жазатын мен де. Алла тағаланы тілеп, мен отбасымды жылына 4 рет демалысқа жіберем деп жазғаным бар точно. И қазір жылына 4 рет Аллаға шүкір демалысқа барады. Кеше мен анау біреу вызов тастады ғой маған. Соған мен сенің медикаң қызық емес, сен маған абырой бермейсің. Вот ақшамен қызықтыра аласың деп айтқаным үшін, ақша үшін істемейсің, ақша үшін өліп кетпеші әйтеуір, ақша үшін бір жерін сатып жүрмеші деген бір сасық комментарийлер көріп қалдым да. Соларға айтарым, мен ол ақшаны аламын да. Мына кісілерді бақытты қыламын, қараңдар. Бақытты түр деген, Аллаға шүкір, осындай бақытты түр жасау үшін сол гонорарымды, бойға шыққан положенный гонорарымды сұраймын. Соған ренжиді адамдар. Бұлар бақытты болу үшін, бұлар ештеңені ойламау керек, өмір сүру керек. Бұл кісілер уже давно істейтін жұмысын бәрін істеп тастаған. Міне қанша жыл базарда істеді, қанша водитель болды, газель айдады, қанша істеді, 50-ден асты уже. Бұларға демалу керек, 20-30 жыл бұйырса, ер көру керек, жер көру керек, ештеңені ойламау керек. Қанша жыл стрессте жүрді, енді демалатын уақыт келді да. Балалар жұмыс істейтін уақыт келді. Мен жұмыс істеймін, інім жұмыс істейді. Менің жұмысыма жаңағыдай сасық комментарий жазып, мешать етпеңдерші, ақша үшін істемейсің. Мен тегін шығып төгіліспеймін, достар. Мен қаншама әке-шешемді асырауым керек, мына үйден оқуға түсіру керек, бұларды адам қылу керек, оның бәрі ақша. Киім алады бұлар, тамақ ішеді, оның бәрі ақша келіп тұрады. Қанша жерден ақша айтпайын десең, дейін десең де бәрі ақша келіп тұрады. Мен өзім сбор өтіп жүрмін мына жерде, қаншама ақша керек бұл жерге де. Мына жерге келіп дамимын, өсем, өзім өсуіме, өзім болашағыма ақша саламын да. Оның бәрі ақша келіп тұрады. Мен гонорар сұрасам, ренжімеңдер. Біреу маған медикасы да, абыройы да қызық емес болса, ақша алып келсін, пожалуйста, төбелесіп беремін. Положено ғой, түсінбеймін мен вообще қалай жазады ондай нәрсе. Бірақ бір жағынан ондай адамдар да болу керек, а? Если былай глубже ойланатын болсаң. Өйткені олар баланс ұстайды. Ондайлар жоқ болып кетсе, көз тиеді да. Так что оларда болу керек екен ғой, короче, достар. Оларға да рахмет, сендерге де рахмет, хейтер жандарым.